Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі өндірістік практикалық жұмысымыздың тақырыбы ашытқылы ашымалы қамырдан өнімдер дайындау, яғни сүзбе қосылған ватрушка өнімін дайындайтын боламыз. Жұмысымыздың мақсаты ашытылған қамырды дайындау, одан ватрушка өнімін дайындап пісіру және ұсыну, таңдаған мамандығымыз бойынша талап ынтамызды арттыру, жұмыс барысында өзіндік гигиенаны және техникалық қауіпсіздікті сақтау. Ол үшін бізге керекті шикізаттардың тізімі мынадай: 460 грамм ұн, 300 грамм сүзбе, 250 мл сүт, 1 дана жұмыртқа, 2 ас қасық қант, 2 ас қасық сұйық май, 1 шай қасық тұз, 7 грамм ашытқы және 10 грамм ванильді сахар. Біз ең алдымен енді ашымал дайындап аламыз. Ашымал дайындап алу үшін бізге 250 мл сүтіміз керек. Сүтімізді бірінші жылытып аламыз. Қатты ыстық болмау керек, жылы температурада. Одан кейін 2 ас қасық қантымызды саламыз. 7 грамм дрожжымызды салдық. Енді ұнның 4-тен 1 бөлігін саламыз, яғни 4 ас қасық ұн саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ашымауымыз араласып болды. Мені көріп тұрғандарыңыздай. Енді тағамдық пленкамен бетін жауып, расстойкаға 10 минутқа ашытуға қойып қоямыз. Ашымауымыз дайын болды. Енді қамыр илеуге кірісейік. Қамырымызды қамыр илеу машинасында илейтін боламыз. Бірінші ашымауымызды саламыз. 1 дана жұмыртқамызды. Екі ас қасық сұйық майымызды. Және 1 шай қасық тұз саламыз. Енді ұн салып, қамырымызды илейміз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ болу керек тестамыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды бетін жауып, 1 сағат, үй жағдайында 1 сағатқа, ал біз 30 минутқа расстойкаға қойып қоямыз. Әзірше қамырымыз дайын болам дегенше біз салма дайындап аламыз. Ол үшін бізге 300 грамм сүзбе, 1 дана жұмыртқа, 2 ас қасық қант және 10 грамм ванильді қант керек. Салмамыздың дәмді болуы сүзбемізге тікелей байланысты. Сүзбемізді алдымен електен өткізіп, осылай жұмсақ болып алдыртып аламыз. Одан кейін жұмыртқамызды араластырып аламыз.
үстіне қантымызды және ванильді қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқаның мөлшері ол сүзбенің сулылығына байланысты болады. Егер сүзбеміз қатты сулы болса, жұмыртқаны аз қосасыздар. Ал егер сүзбеміз қою болса, жұмыртқаны көбірек қосасыздар. Біркелкі массаға болам дегенше. Салмамыз дайын болды, жақсылап араласты. Енді осы салмамызды қамырға орналастыру үшін, ыңғайлы болу үшін кондитерлік қапқа саламыз. Қамырымыз ашып болды, дайын болды, көтерілді. Енді столымызды жақсылап майлап аламыз. Және қамырымызды осы столдың үстіне түсіреміз. Ары қарай қамырымызды бөліктерге бөліп аламыз. Әр бөлігімізді 60-70 граммның мөлшерінде болу керек. Осылай міне көріп тұрғандарыңыздай барлық өнімдерді бөлшектеп бөліп аламыз. Қамырларымызды бөлшектеп алдық. Енді дөңгелектеп аламыз. Бөлген бөліктерімізді бірден дөңгелектеп болғаннан кейін пісіретін листтерімізге саламыз. Листке салған кезде аралары алшақ болу керек. 10-15 сантиметрдей болу керек. Піскен кезде бір-біріне жабысып қалмас үшін. Бөлшектерімізді дөңгелеп болдық. Міне көріп тұрғандарыңыздай, ары қарай бетін жауып, 10-15 минутқа расстойкаға салып қоямыз. Ватрушкаларымыз дайын, көтерілді. Оның дайын болғанын, міне ватрушкамыздың үстін басқан кезде қайтадан орнына келмеу керек. Енді ары қарай салма салатын орын дайындаймыз. Ол үшін, мысалы, үй жағдайында стаканның астын майлап алып, осылай үстін мұжған кезде осылай жасасақ та болады, және де қолмен басу арқылы 4 саусақпен міне көріп тұрғандарыңыздай өстіп басып салма салатын орын дайындаймыз. Салма салатын орнымыз дайын, міне көріп тұрғандарыңыздай. Енді салмамызды жақсылап орналастырамыз. Жан жағына кіргізіп, тигізіп, дұрыстап саламыз. Салмамызды орналастырып болдық. Енді 5 минутқа тағы да расстойкаға салып қоямыз. Ватрушкаларымыз дайын болды, көтерілді. Енді ары қарай жұмыртқадан жасалған жақпамызбен бетін жап шығамыз. Қамырымыздың бетін қалдырмай барлық жерге жақсылап жағамыз. Салмамызды жұмыртқамен жағып болдық. Енді печкаға жібереміз. Ватрушкаларымыз пісті, дайын болды, көріп тұрғандарыңыздай. Енді жақсылап суытып аламыз. Енді қалауларыңыз бойынша ватрушкаларымыздың бетін әрлесек болады, қант ұнтағымен әрлейміз. Ватрушкаларымыз дайын, пісті. Міне көріп тұрғандарыңыздай, өте жұмсақ, әрі нәзік болып пісті. Сіздерге де жасауға кеңес беремін.